Қайырлы күн достар, бізде бүгін патофизиологияның негізгі основасы, яғни негіздерінің бірі қабыну деген тақырып. Қабыну деген не, оны қалай түсінсек болады, ол жайлы нені білуіміз керек, соны айтатын боламыз. Бүгін бізде көпнеге мұғалімдер дұрыстап түсіндірмей кетеді. Сол үшін жаңағыдай қабыну жайлы жаңағыдай студенттердің, жаңағыдай екінші курс, үшінші курс студенттердің жаңағыдай толықтай түсіну үшін осы видео арналып отыр. Бірінші кезекте қабыну дегеніміз ол бізде организм болады ғой, немесе ағза болады ғой, осы ағзаның белгілі бір қоздырғышқа, ол қоздырғыш бізде бактерия болуы мүмкін, немесе вирус болуы мүмкін, аллергиялық патоген болуы мүмкін, мысалы жаңағыдай гүлдің тозаңдары, немесе бір одеколонның иісі, сондай заттарға жаңағыдай организмнің иммундық жауабын бізде қабыну деп атаймыз. Қабыну кезде бізде зақымдану болады, жаңағыдай қанның тамырының кеңеюі болады, жаңа лейкоциттердің шабуылы болады, одан кейін жаңа зақымдану орнының жазылуы болады, қалыпқа келуі болады. Мінекей осындай заттардың бәрі бізде жаңағыдай, сосын организмнің өзгерісі болады, температураның көтерілуі, адамның ауруы, мінекей осының бәрі жаңағыдай қабыну процесіне жатқызады екенбіз. Енді бізде қабыну процесін жалпы түсіндік, иә, қабынудың не екенін. Енді оның қандай түрлері бар? Қабынудың бізде инфекциялық және инфекциялық емес деген түрлері бар. Инфекциялық дегеніміз ол бізде жаңағы бір қабыну. Мысалы, мына қабынуға ит қосып сөйлейміз. Мысалы, кардит, яғни жүректің қабынуы кардит. Немесе мұрын, мұрынның қабынуы ринит. Немесе мына нефрон, бүйректің қабынуы нефрит, мінекей. Гломерулонефрит, пиелонефрит, мінекей. Осы сияқты жаңағыдай ит қосып сөйлейміз. Енді мына салы, менің мұрныма бір инфекциялық патоген түсті, стафилококк ауруус дей салайық, ол келді да менің мұрнымда жаңағыдай нені қоздырды, сілемейлі қабат қоздырды, осының кесірінен сілемейлі қабат зақымдалды, және менің организм қарап тұрмай оған иммунитетін жіберді. Иммунитет жаңағыдай сол жермен бактериямен күресті. Осылай менде температура көтерілді, иммунитет күресіп жатыр. Осы процестің бәрін біз инфекциялық қабыну деп атаймыз. Ал егер бір жаңағыдай аллергиялық жағдайда алатын болсақ, гүлдің тозаңы мұрныма түсті, сілемейлі қабатты қабындырды, шырыш көп бөлінді, мұрын қызарды, түшкіре бердім, жаңағыдай мұрнына көп слиз ақты, бұны аллергиялық қабыну деп атаймыз. Яғни бізде инфекциялық емес деген осындай түрлері бар екен. Енді оның жаңағыдай патофизиологиясына келетін болсақ, патофизиологиясы бойынша бізде патологиялық түрде физиологиясы қалай өзгереді? Ол бізде 3 сатыдан тұрады. Бірінші сатысы альтерация, екінші сатысы эксудация, үшінші сатысы пролиферация. Мінекей, бұл 3 саты нені білдіреді? Басында кратко и четко айтамын. Альтерация дегеніміз ол бізде зақымдану. Кез келген зақымдануды біз альтерация деп атаймыз. Былайша айтқанда оның аудармасы зақымдану деп алайық. Мысалы, бір бактериялық патоген келді, менің организміме кірді, өзінің токсинін бөліп, менің жасушамды зақымдады. Болды, осы альтерация. Мінекей, альтерацияның өзі біріншіліктік, екіншіліктік деп бөлінеді. Яғни біріншіліктік альтерация деген сол тура сол бактерияның зақымдауы, екіншіліктік альтерация деген сол біздің жасушаларымыздың ішінде, жаңағыдай лизосомалардың ішінде, жаңағыдай лизосомалық ферменттер бар. Сол ферменттердің сыртқа шыққан кезде басқа да жасушалардың мембранасын зақымдап, басқаша жасушаларға зиян келтірсе, ол екіншіліктік зақымдану, яғни екіншіліктік альтерация деп аталынады. Енді бұл бізде альтерация деген зақымдану екен. Мінекей, екінші кезекте эксудация деген қан тамырының кеңеюі. Мысалы, мынандай тұрған қан тамыры мынандай болып кеңейеді. Ол қан тамыры кеңейген кезде, мысалы, мына киімді алып мен созатын болсам, арасындағы тесіктер кеңейеді ғой. Мінекей, тура сол сияқты қан тамыры да кеңейеді. Қан тамыры кеңейген сайын оның өткізгіштігі артады. Сол эксудация процесінде қан тамыры кеңейіп, өткізгіштігі артып, лейкоциттердің, қан тамырындағы лейкоциттердің жаңағыдай қабынған, зақымданған ошаққа, жаңа альтерация болған ошаққа қарай шығуы. Мінекей, осы эксудация. Пролиферация, үшінші саты. Пролиферация деген көбею дегенді білдіреді. Яғни көп деген. Ол мысалы, жаңағыдай лейкоциттер қабыну ошағына эксудация арқылы жетті. Жаңағыдай зақымданған орында бактериялар тұр, зақымданған жасушалар тұр. Енді лейкоциттердің саны ол жерде көбейеді. Лейкоциттер көбейеді, жаңағыдай сол жерде жаңағыдай жеп тазалап бастайды. Осы пролиферация сатысы деп аталады. Мінекей, қабыну осындай 3 сатыдан тұрады, қысқаша түсіндірген кезде. Ал енді келесі, бізде осы жерде түсіну керек зат, осымен альтерацияның бетін жабатын боламыз. Альтерация жай ғана зақымдану, оған қайтып оралмаймыз деген үміттемін. Енді осы альтерациядан кейінгі процестер бізді қызықтырады. Эксудацияға алып келетін процестер, мінекей осы жерде арасындағы процестер қызық. Ол үшін бізде иммунитетті түсінуіміз керек. Иммунитет ол бізде қабынуды арттырады, оны қандай жолмен арттырады? Бізде иммунитеттің 2 түрі бар. Жасушалық және гуморальдық деген. Жасушалық деген осы жергілікті жасушалардан немесе қандағы жасушалардан түзіледі. Гуморальдық деген ол бізде қан плазмасында өз алдына жүретін иммунитеттер болады. Мінекей, яғни
гуморальдық ол қан плазмасына, ал жасушалық ол бөлек жасушалардан түзіледі. Мысалы жергілікті меш жасушалары немесе қанда жүрген кәдімгі фагоциттер. Мінекей осылар бізде жасушалық иммунитетті бөледі. Енді жасушалық иммунитеттің түрлеріне келетін болсақ, олардың түрі гистамин, серотонин, жаңағыдай катиондық нәруыздар, жаңағыдай циклдік нуклеотидтер, одан кейін лизосомалық ферменттер, жаңағыдай простагландиндер, цитокиндер, осының бәрі бізде жасушалық иммунитетке жатады екен. Мінекей бірінші кезекте түсініп алыңыздар. Енді жасушалық иммунитеттің бір түрі гистамин. Гистамин деген не ол? Гистамин деген ол бізде жаңағыдай амин қышқылдарынан құралған, жаңағыдай кішкентай не десек болады, иммунитет десек болады. Иммунитет емес, бұл жаңағыдай қабыну медиатор десек болады. Оның қызметіне ол қайда жатады? Бізде базофилде жатады. Бізде базофилдердің түрлері бар. Қан плазмасына жүретін және жергілікті жасушаларда болатын. Жергілікті жасушаларда болатын жаңағыдай мына тіндерде орнынан қозғалмайтын базофилдерді біз жаңағыдай не деп атаймыз? Меш жасушалары, немесе мастоциттер, немесе лавроциттер деп атаймыз. Осы үшеуі бір-біріне ұқсас, немесе бір жасушалар. Мінекей, осы меш жасушаларына жаңағыдай бізде не бөлінеді? Гистамин бөлінеді. Гистаминнің қызметі қан тамырын кеңейтеді. Оның активті емес фазасы бар. Ол жаңағыдай меш жасушаларының ішінде олар активті емес фазада жатады. Ол үшін жаңағыдай гепаринмен тығыз байланыста болады. Ал жаңағыдай қан тамырына шыққан кезде ол бізде активті фазаға ауысады. Ол кезде тек гистаминнің өзі болады. Оның қызметі жаңағыдай қан тамырының ішкі қабаты эндотелий деп аталынады. Сол эндотелийге келеді, жасушалардың формасын өзгертеді, яғни кішірейтеді. Мысалы, екі жасуша дөңгелек болып тұр, осылар кішірейсе, арасында мынандай орын пайда болады. Ол орында жаңағыдай шел дейді. Шел ішіне проток дейді. Сол арқылы жаңағыдай лейкоциттердің өтуі оңайлайтын болады. Мінекей гистаминнің қызметін біз толық түсіндік. Екіншісі серотонин. Серотонин бұл бізде білеміз нейромедиатор, яғни мына мида бақыт гормоны, ләззат гормоны, эйфорияға келетін, экстазға келетін гормон болып саналынады. Бірақ оның тек 10% ғана мида бөлінеді. Қалған 90% организмдегі ол ішекте, немесе жаңағыдай меш жасушаларынан, немесе бауырдан, немесе өкпеден бөлінеді. Осы серотонин мінекей. Оның қызметі қан тамырын кеңейтеді және тарылтады. Бірақ көп жағдайда, қабыну болған жағдайда оның қызметі тек кеңейту, себебі қабыну ошағына бізде жаңағыдай лейкоциттер бару керек, оған тарылтқаннан смысл жоқ. Және одан кейін үшіншісі гепарин. Гепарин ол бізде қанды сұйылтады. Ол қалай сұйылтады? Ол бізде жаңағыдай фибринді алады да, фибрин деген қан ұйытатын нәруыз. Ол фибринді алады да, фибринді блоктап жойып тастайды. Содан кесірінен қан ұйымай қалады бізде. Қан ұйымаған арқасында қан сұйық болады. Мінекей, бұның қабынуға қандай қатысы бар екенін кейін айтатын боламын. Одан кейін катиондық нәруыздар. Катиондық нәруыздар олар бізде жаңағыдай фагоциттерден бөлінеді. Жаңағыдай катиондық нәруыздар бөлінеді, олар жаңағыдай нені өлтіреді? Әрине бактерияларды өлтіреді. Бактерицидтік әсері бар, бірақ өте аз өлтіреді. Екінші кезекте оған бейімделіп алған бактериялар, және бұл да каким-то образом мало процент, но қан тамырын кеңейтеді. Енді бізде бастысы цитокиндерге келдік. Цитокиндер дегеніміз былайша қысқа тілмен айтқанда, мысалы, мен жанында бір адам болса, ол адаммен мен сөйлесем. Сол кезде біздің арамызда байланыс құралы ол сөз болады. Осы сөздерді біз өзге адамға сигнал ретінде береміз. Яғни бұл бізде жасушалық өмірге алып келсек, осы сөздер бізде цитокиндер болып саналады. Яғни цитокиндер өзара жасушалар өзара цитокиндермен сөйлесетін болады. Мінекей, цитокиндердің бізде түрлері бар. Олар мысалы интерлейкин, интерферон, жаңағыдай ісік некрозаушы фактор, лимфокиндер және хемокиндер деген түрлері бар. Олардың әрқайсының жеке-жеке функциясы бар. Оны келесі сабақта түсіндіретін боламын. Одан кейін простагландиндер, простата және гландула деген еркектің жаңағыдай жыныс бездерінің аттары берілген. Оның себебі сол семенной жидкость, яғни жаңағыдай ұрық сұйықтығынан тапқан болатын простагландиндерді алғаш рет, бірақ кейін бүкіл организмнен бүкіл жасушалардан түсіреді. Ол қалай десеңіз, жаңағыдай кез келген жасушада билипидті қабат бар, яғни жаңағыдай фосфолипидті қабат бар. Ол фосфолипидті қабатты жаңағыдай арахидон қышқылы түзеді. Арахидон қышқылы сокпен қосылу арқылы жаңағыдай осы простагландиндерді түзетін болады. Простагландиндердің қызметі әрине қан тамырын кеңейтеді, бірақ бір минус бар. Бронхоспазм, яғни бронхты таралтады. Мінекей, осыдан кейін простагландиндерді бізде жасушалыққа да, гуморальдыққа да жатқыза береді. Ары қарай гуморальдық иммунитетке кететін боламыз. Ол калликренин кинин жүйесі деп аталынады. Калликренин кинин жүйесі, калликренин деген ол белок. Ол прекалликрениннен калликренинге айналады. Ол бізде жаңа кининнен босап шығады. Жаңа кинин деген дәу нәруыздан. Сөйтіп оның қызметі жаңағыдай брадикининді шығарады. Брадикинин ол бізде қан тамырын күшті дилататор, күшті вазодилататор дейді. Яғни брадикинин қан тамырын
қатты кеңейтеді. Мінекей бұл көбінесе бізде аллергиялық реакция кезінде болады. Мінекей аллергиялық қабынуға қатысады. Мінекей и одан кейін комплимент жүйесі өте маңызды тақырып, оны келесі сабақта түсіндіретін боламын. Ол иммунология мен патофизиологияның қосындысы десем де болады. Оның жаңағыдай қызметі жаңағы хематоксисті шақырады, және простагландиндер мен гистаминдердің түзілуіне де қатысады. Одан кейін жаңағы фагоциттердің жаңағыдай апсанионы болады, яғни жаңағыдай жапсырғышты болады. Одан кейін жаңа қан тамырларының өткізгіштігін арттырады, бронхоспазм шақырады. Яғни түрлі қызметі көп. Мінекей, осылай біз жаңағыдай гуморальдық пен жасушалық иммунитеттің компоненттерін түсіндік. Енді осы жерде осыларды жаңағыдай бір қайталап көріп алсаңыздар болады. Келесі сабақтарда әрқайсысына деталін тоқтайтын боламыз.